Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 18-ші сабағын өтетін боламыз. Көркем мінез дегеніміз не? Мәтін және оның құрылымы. Тыңдаған мәтіннің әр бөлігі бойынша тірек сөздерді белгілеуді, мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтауды үйренемін. 15-ші жаттығу тыңда. Аттылар үлкен үйдің сыртына келіп тоқтады. Бұларды бір топ адам күтіп тұр екен. Бұл топқа қарай ауылдың үлкендері де жан-жақтан дабырлап сөйлеп ағылып келе жатыр. Осы жиынға екі жолдасынан озып келіп, бұрын түскен Абайдың атын біреу алып кете барды. Бала көп ішінен ең алдымен өзінің шешесін көріп қалды. Соған қарай жүре беріп еді, шешесі анада жерде тұрып, «Әй шырағым, балам, ар жағыңда әкең тұр, әкеңе сәлем бер» деді. Абай жалт қарады. Қонақ үйдің сыртында екі-үш үлкен кісі мен әкесі Құнанбай тұр екен. Бала ыңғайсыздықпен қысылып, шешесінің айтқан сөзінің мәнін ұқты да әкесіне қарай тез бұрылды. Мұхтар Әуезов. Тыңдағаның мәтін екенін дәлелде, мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта, ат қой. Мәтіннің неше бөліктен тұратын анықта. Мәтіннің кіріспе, негізгі және қорытынды бөліктерінде не туралы айтылған. Әр бөліктегі тірек сөздерді тап, сол тірек сөздер арқылы әр бөліктің мазмұнын бір-біріңе айтып көр дейді. Мәтіннің аты «Әкеңе сәлем бер» деп қойдық. Ондағы негізгі ой әкенің орны бөлек, алдымен әкемен амандасу керектігі жайында. Мәтін бізде балалар 3 бөліктен тұрады. Кіріспесінде аттылардың үлкен үйдің сыртына тоқтауы, негізгісінде Абайдың шешесі бірінші әкесімен амандасуын сұрауы, қорытындыда Абайдың шешесінің сөзін ұғуы туралы екен. Балалар, енді әр бөліктегі тірек сөздерді тап дейді. Кіріспеде аттылар, үлкен үй, бір топ адам, ауылдың үлкендері ағылып келе жатыр. Негізгіде Абай шешесін көріп қалады, әкең тұр, сәлем бер. Қорытындыда қонақ үйдің сырты Құнанбай ыңғайсыздықпен мәнін ұқты, әкесіне тез бұрылды. Келесі 16-шы жаттығу мәтінді оқы. Адамдардың бір-біріне лебіз білдіруі сәлемнен басталады. Сәлемдесу сөз басы. Сондықтан халқымыз сәлем сөз анасы дейді. Кішінің үлкенге сәлем беруі оның әдептілігінің белгісі. Мәтін не туралы? Мәтіндегі негізгі ойды анықта, мәтінге ат қой. Мәтінді көркем жаз дейді. Балалар, бізде мәтін сәлемдесудің әдептілігі жайында. Мәтіндегі негізгі ойымыз сәлемдесу үлкендерге құрмет екенін жеткізу. Біз мәтіннің атын сәлемдесу сөз басы деп қойдық. Одан кейін балалар, дәл осы мәтінді 3-ші тапсырмасында толықтай қатесіз көшіріп жазамыз. Келесі 17-ші жаттығу мәтінді оқы. Олардың есіктері қарама-қарсы. Есік алдында екеуі жиі кездеседі. Біреуінің қабағы ашылмайды, көршісін көрмегенсіп өте шығады. Ал екіншісі көрші күлімдей қарап амандасады. Бірақ оның қатулы қабағынан тосылып қалады. Бірде ақжарқын кісінің немересі қонаққа келді. Ол ешкімді жатырқамайтын, көңілді бала болатын. Қабағы қату көршінің алдынан шыққан балақай, сәлеметсіз бе деді қуана дауыстап. Мұндайды күтпеген көршіге мөлдіреген қап-қара тұнық көздер қарап тұр еді. Сүйкімді бейкүнә көздерден қатал кісі сасып қалды. Ол көршілермен, балалармен сөйлесуді білмейтін еді. Байқамағандай мәшинесіне қарай асыға жөнелді. Оған кішкентай қыз қолын бұлғады. Олар жиі кездесетін болды. Көршіге кішкентай қыздың сәлемі ұнай бастады. Мереке Құлкенов. Мәтін бөліктерінің атауларын толықтыр дейді. Бірінші, қатулы қабақты көрші мен күлімсіреген көрші. Екінші, әдепті балақай. Үшінші, көрші күтпеген балақайдың сәлемі. Құраған жоспарларың бойынша мәтіннің мазмұнын бір-біріңе айтып көріңдер дейді. Яғни балалар бір-бірлеріңе, парталастарыңа осы жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көріңдер. Келесі 18-ші жаттығу тыйым сөздерді сәйкестендір дейді. Жасы үлкеннің алдын кеспе, сөзін бөлме. Бұл әдепсіздік. Кісіге қарап есінеме. Есінегенде ауызды міндетті түрде қолмен жабу керек. Үлкеннің алдында ізетті бол. Бұл үлкенге деген құрмет. Малды басқа ұрма, теппе, ырысыңнан айырыласың. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.